Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым. Арнама қош келдіңіздер. Арнаға жазылып лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Әңгіменің соңғы бөлімі. Көзімді ашсам айналам жап-жарық. Бір бөлмеде жалғыз өзім жатырмын. Бас жағымнан біреудің тыныс алғаны естілді. Иегімді көтеріп жоғары қарадым. Ояндыңыз ба? Деп жақындаған медбике қыз бір қолымен маңдайынан сипап, екінші қолымен қабырғада тұрған тетікшені басты. Сонан соң қолымның тамырын ұстап, үстіндегі жамылғымен қымтап жапты. Сол аралықта ақ халатты 3 дәрігер қатар кіріп, маған жақындады. Бірі қан қысымды өлшесе, екіншісі маңдайымды сипап жатыр. Сонда ғана баламның жоқ екені есіме түсіп, менің балам қайда? Баламды әкеліп беріңдер, деп басымды көтермекші болдым. Сіз әуелі күш жинап алыңыз. Балаңыз осы жерде. Біз оны ешкімге бермейміз. Ол сіздің балаңыз, сіңлім, деді үлкендеу әйел дәрігер. Бұл апайдың даусы сондай жағымды екен, жүрегім елжіреп сала берді. Бетіме күлімсіреп қараған апай маған жақындай түсіп, саусағымен қабағымды көтеріп, екі көзіме қарады. Сонан соң кең кереуеттің шетіне отыра кетіп, сөйлеп бастады. Баланың денесі сарғыш тартып тұр, оған қосымша ем-дом қажет, бірақ бұл соңғы жылдардағы қалыпты жағдай. Сен оған ешқандай алаңдама. Қазіргі босанған келіншектердің тең жартысының баласында осындай құбылыс байқалуда. Сол үшін баланы оқшаулап, сені мына VIP палатаға келдік. Бұл жерде барлық жағдай бар, алаңдамай жата бер, деді. Сарғыш дейсіз бе? Дәрігер, ол не сонда? Сосын мен баламды көріп тұрам ба? Деп сұрадым. Әрине сіңлім, көріп тұрасың. Баланы анасынан Құдай айырмаса, біз айырмаймыз. Ешқандай жаман ойлаушы болма. Ол үшін мына қыздарға ұрысып керегі жоқ. Бұлар баланың қарны ашқанда әкеліп емізет, бірақ қарны тойғанда қайта алып кетеді. Сен айқай шығармай беруің керек, деді. Мақұл апай, мақұл, деппін көзім жыпылықтап. Мен осы жердің бас акушерімін. Менің есімім бар, деп күлді дәрігер. Сөйтті де кеудесіндегі 4 бұрышты жетонды көрсетті. Онысын оқып үлгере алмай қалдым. Сол аралықта бір қызға қарап, иегін көтерді. Зырылдап кеткен қыз бірер секундта құндақтаулы баламды әкеліп құшағыма салды. Маңдайынан иіскеп жатырмын. Міне солдат, аман сау келді, көз тимесін, қарап ал сіңлім, өзіңнің балаң ғой, деп қалжыңға басқан дәрігер әлгі сөзді тағы да қайталады. Мына солдаттың қарны тойғанда қыздар алып кетеді, сен қарсылық көрсетпе сіңлім. Айтқандай, бүгін қай күн? Деп айналасына қарады. Бүгін сәрсенбі, деді бір қыз. Сонда маған бұрылып, Алла қалап бәрі жақсы болса, дүйсенбі күні шығасыз. Мырзаңызға солай айттық, деп есікке беттеді. Оның соңынан қалғандары ерді. Сонан соң өз ара сыбырласып кете барды. Менің жанымда қалған бағанағы медбике қыз есікті жауып келіп, балаңызды еміздіңіз, деді. Сонда ғана есіме түсті. Емшегімді шығарып аузына тостым. Балам жұтқыншақтап иітініп алып име бастады. Оның емгенін көрген қыз қызықтап қарап отырды. Арадан бірер минут өткенде қолын сосып, қабырғадағы тетікшені 2-3 рет басып қалды. Сол сәтте палатаға кірген дәрігер, апай, баламды алып кете барды. Тағы да жас қыз екеуміз қалдық. Теледидар көресіз бе? Дейді қыз. Жоқ, көрмеймін, дедім. Ыстық сорпа ішесіз бе? Деп сұрады. Жоқ, ішпеймін, дедім. Сонан соң екеуміз таныса бастадық. Мен жатырмын. Ол кереуетінің шетінде отыр. Бір нәрсені басып еді, бас жағым көтеріле берді. Бағана бір жерге барып едім, бірақ тамақ ішпей қайттым, дейді. Қарның аш болса ішіп ал десем, болмайды. Сіз ішпесеңіз менің ішуге құқығым жоқ, дейді. Ол не деген сонда? Сонда сен тамақты сұрап ішесің бе? Дедім таңғалып. Жоқ, олай емес, сіз мені түсінбеген сияқтысыз. Мен сізге айтайын. Мына палата тәулігіне 50 000 тұрады. Мұнда мен деген байлардың қатындары жатады. Бұл жерде барлық нәрсе бар. Музыка тыңдасаңыз да болады. Сонан соң бір палатаға бір медбике, бір санитар беріледі. Осы жерде тағы бір апа бар. Қазір келеді. Сол апа екеуміз ертең сағат 2-ге дейін осында боламыз. Сізге қараймыз, дейді. Ол кездегі 50 000 теңгең
$150 болатын. Бұл деген менің ағамның күші ғой. Оның басқа кім болсын? Ендеше мен тамақ ішейін, сен де ішесің, екеуміз бірге ішеміз дедім. Жарайды деген қыз ұшып тұрып, тоңазытқышқа жүгірді. Ішінен тамақ шығарып, микроволновкаға тықты. Онан шайнекке шай қойды. Жүгіріп жүріп сорпа қыздырып әкелді. Ал, сіңлім ішіп ала ғой дедім. Есікті іліп келген қыз үрлеп-үрлеп сорпадан ішіп бастады. Менің соңымнан біреулер келді ме? Деп сұрадым. Келмеген сияқты, передача болған жоқ, дейді. Ендеше мына тамақты кім әкелді? Деппін. Бұл осы жердегі виптер үшін арнайы пісірілетін тамақ дейді. Бәсе, маған кім келсін? Менің босанып жатқанымды ешкім білмейді ғой. Айтқандай, менің телефоным қайда? Әперші, деп сұрадым. Әне деген қыз жетіп барып әкеп берді. Алып қарасам, ауылдағы жеңешем бірнеше рет қоңырау соққан. Онан сіңілім мен келінім де соққан. WhatsAppқа кірсем, құттықтап тастапты. Бұларға кім айтқан, қайдан естіткен деп таң қалдым. WhatsAppта ашқанымды көрсе керек, жеңешем шықты. Әй қыз, аман есен босаныпсың, бауы берік болсын дейді. Алғысымды жаударып, рахметімді айттым. Білмеймін, бірінен бірі есткен бе, үшеуі де бірінен кейін бірі қоңырау соқты. Оның арасында бұрынғы күйеуім жазып жатты. Ол қайдан естіді деймін. Жеңеше, сізге бұны кім айтты деймін. Ана кісі айтты дейді. Сонда ғана ағамның хабарлағанын түсіндім. Қалай ол? Ағам менен әлі де үмітін үзбеген бе? Әйтпесе талай ажырасқандарды көрдік, бет жыртысып бірін-бірі көрмей кетіп жатқан жоқ па? Ағамның өзі жедел жәрдем шақыртып, ағайын туысыма хабарлап жүр. Әлде бала үстінде өліп кетсе басым бәлеге қалар деп қорықтым екен. Не болса да сол күні қуанып жаттым. Аллай, мына баланы ағамнан жараты көш. Құшағыма бергенде бетіне қайта-қайта үңіліп қараймын. Әрине, балапаннан ағамның болмысын көргім келеді. Бірақ бір күндік балада қайдағы ұқсастық болсын. Жұдырығын түйіп алып тастай қатып ұйықтап жатыр. Келесі бір әкеліп, қарнын тойдырғанда алып кетпекші болған. Әлгі медбикеден, қайда апарып келіп жүрсіңдер? Деп сұрадым. Ана жақтағы бөлмеге сіз алаңдамай жата беріңіз, дейді. Бәлем, таптым. Бұлар менің баламнан қан алып, ДНК тексеріп жүр. Өзін вип палатаға апарып алдасқан деген осы шығар. Ағамда қызық екен, оның несін жасырын ұстап жүр. Елді шулатпай екеуміз ғана тапсыратын едік қой. Өз аузымен дәл солай айтпап еді. Сөйте тұра мына больницаны аяғына көтертіп неғып жүр. Сіңлім, ДНК алып жүрген болсаңдар ашып айта беріңдер, деп дүңк еткіздім. Не дейсіз? Мен сізді түсінбедім. Деген қыздың көзі аларып кетті. Сен қыз маған көзіңді алатпа, аузыңды басып алдама. Сендер менің баламды алып, мутит етіп жүрсіңдер. Егер бірдеңе болса, мен сендерді сотқа берем, деп айтып салдым. Жоқ тәте, деп бетіме үңілген қыз маңдайыма алақанын қойып тұрып, тетікшені басып үлгерді. Сонан соң бірер минутқа жетпей, бағанағы акушер кірді. Оның жанында тағы бір еркек пен әйел кісі болды. Анау қыз алдына шығып, бірдеңе деп баяндап жатты. Сіңлім, қалың қалай? Деп сұрады дәрігер. Жақсымын, бірақ маған балам керек, дедім. Әлдекімге әкел баланы деп бұйрық берді. Сол сәтте зып беріп, есіктен шыққан біреу тәпішкесін тарсылдатып, коридорда жүгіріп бара жатты. Дәрігер апай маған бұрылды. Қазір баланы әкеледі, бірақ бірер уақыттан кейін қайтып әкетеді. Тып-тыныш жат. Сіңлім, біз баланы жейтін адамдар емеспіз. Біз дәрігерлерміз. Деп кереуетінің бұрышына отыра кетіп, мынаны оқышы қане, деп кеудесіндегі жетонды тағы да көрсетті. Оқыдым, дедім. Жоқ, дауыстап қаттырақ оқы, деді. Айтқанындай оқып шығып қайталадым. Енді тағы бір рет ішіңнен оқы, деді. Оқыдым, дедім. Ендеше оқығаныңды қайталап маған айтып бер, деп кеудесіндегі жетонды алақанмен баса салды. Мен ол кісінің есімін ғана айттым. Фамилиясынан шатастым. Сосын қалалық екінші емхана дегенді есіме түсті.
Соны айттым. Тайжанованы шақырыңыздар, тез келсін, деп бұйрық берді. Тағы біреу тарсылдатып алып жүгіріп кетті. Сол аралықта құндақтаулы баламды әкелді. Міне балаң сіңлім, ешқандай қам жеме. Мына бала интенсивті терапияда ем алып жатқан, ондаған баланың бірі. Оларға азын-аулақ ем-дом қажет. Оларға палатада қалуға болмайды. Интенсивті терапия деген сіңлім, ол вакуум, деп барып тоқтады. Сол аралықта Тайжанова келе жатыр, деп біреу сыбырлады. Акушер дәрігер кейін шегіне берді. Оның орнына отырған Тайжановасы, жасың қаншада, айың, туған жылың, мамандығың, деп сұрақ қойып бастады. Оны білмейтін аурумын ба, айтып бердім. Онан басқа тағы да бірнеше сұрақтар қойды. Бәріне мүдірмей жауап бердім. Сонда қабағымды көтеріп, бұл да қарады. Онан үстіндегі жапқышымды ашып, барлық жерімді қарап шығып, ешқандай ауытқу немесе гематома жоқ, деп әлгі акушерге сыбырлады. Да, деп иығын қысқан акушер анау қызға жабысты. Мен мына жақта баламды құшақтап теріс қарап тыңдап жатырмын. Маған баламды әкеліп беріңдер. Сендер оны маған айтпай ДНК-ға апарып жүрсіңдер, деп 2 рет айтты, дейді қыз. Сонда ғана Тайжанова деген дәрігер, понятно, тогда у нее семейные проблемы. Вы можете выйти, деп сыбырлады. Олар шығып кеткенде маған жақындады. Сіңлім, менімен сөйлесуге құлқыңыз бар ма? Деп сұрады. Білмеймін, деп мүңгірледім. Сіз қорықпаңыз, маған сенетін болсаңыз айта беріңіз. Мен сізге көмектескім келеді, дейді. Соңғы жылдарда басымнан өткеннің бәрін айттым. Енемнің қуып жібергенін, балам болмай 13 жыл жүргенімді, екінші байға ашумен тигенімді, бірақ оны сүйе алмағанымды, бәрін айттым. Жарайды сіңлім, измена жасапсыз, деп айтпай-ақ қояйын. Жағдай солай мәжбүрлеген болар. 13 жыл құрсақ көтермеу әрине қиын. Мен мұндайды түсінем. Ал енді сізге айтар ақылым, ол үшін сіз ешқандай қорықпаңыз. Сіздің рұқсатыңсыз ешкім ДНК ала алмайды. Және де кеше туған нәрестеден ДНК алса сотталады. Ол жағынан сізді заң қорғайды. Менің түсінгенімше, басқа жігітпен араласты деп күйеуіңіз күмән келтіріп тұр ғой сонда. Солай ма? Деп сұрады. Дәл солай апай, бірақ бізде күмән емес, ол мені ұстап алды. Ал енді баланы ДНК тапсырып анықтаймыз деп жүр, дедім. Сізге тағы да айтамын, соттың үкімінсіз ешқандай ДНК ала алмайды. Әрине сіз оған қарсы болсаңыз, дейді. Мен оған қарсы емеспін, бірақ ол үлкен бастық адам. ДНК-ның нәтижесін бұрмалап жіберуі мүмкін, дедім. Жоқ сіңлім, заң бәрімізге ортақ. Сен оны бастық деп қорықпа. Алайда соңғы айтарым былай болсын. Некеден тысқа жолама. Таңдау керек болса, әуелі некеден шығып, сонан соң таңдау жасауың керек. Кеше ғана осы қалада сұмдық жағдай болды. Бір баласы бар, өрімдей келіншекті пәтерінің алдында байы бауыздап тастады. Енді сол жігітті өмірі байына бас бостандығынан айырады деп жатыр. Ол өзі біреудің жалғыз ұлы екен. Сенің бастық дегенің кім болса да ақылды азамат, еркекті олай таптауға болмайды. Деп еркектің киесі болады. Сіңлім, бұл менің ақылым болсын. ДНК деп мыналарды шошытпа. Бұл істегенің саған ешқандай жақсылық әкелмейді. Қайта соңыңнан өсек ерітіп кетесің, деп басынан сипады. Осыдан кейін мен де бейбақтың беті бері қарады. Өйткені телефонымды алып, интернетке кірдім. Иә, сарғыш түспен туылып жатқан нәрестелер өте көп екен. Оларды ерекше қарауға алып қадағалап, апта жатқызып жібереді екен. Себебі сары түс гепатиттің нышаны дейді. Алайда гепатит емес. Бұл соңғы жылдардағы қауіпсіз құбылыс деп жазылыпты. Ал енді сол күні кешке баламды құшақтап жаттым. Күн сайын құшағыма көбірек беретін болды. Сөйтіп жүргенде ертең шығарамыз деді. Сол кезде ғана ойлана бастадым. Мен мына жерден шығып қайда барам? Ауылға ма әлде ағамның үйіне ме? Айтқандай, ағам қашан ДНК тапсырамыз деп айтады екен.
Егер де мен оған рұқсат бермесем, болады емес пе? Заң қорғамай ма мені? Әлгі психолог дәрігер солай айтқан жоқ па? Не десем екен? Не істесем болады екен? Ағама жазып сұрауға ұялып отырмын. Өзі жазбаса, мен тудым деп өзім жазайын ба? Құтты болсын, бірақ кімнен тудың десе не деймін? Ал енді ертесіне мені біраз медбикелер аулаға шығарды. Керек десеңіз, кешегі бас акушерде төбе көрсетті. Байғұстар көрімдік сұрап, бір байып қаламыз деп ойласа керек. Такси шақырып бересіз бе? Деп сыбырладым. Сонда сізді ешкім күтіп алмай ма? Дейді көзі бақырайып. Солай болып тұр сіңлім, деп баламның бетіне қарадым. Сіз виптен шыққанға дәу қара көліктер келеме десем, деп бір күліп барып, сап тиылды. Қызық екен. Соншама шұбыртып есік алдына шыққандарын қайтейін, қорған сыртындағы таксиге бір қыз ғана шығарып салды. Сіңлім, үлкен рахмет, мен саған сияқыңды салып жіберем, деп нөмерін жазып алдым да таксиге отырдым. Ақжол тәте, аман есен жетіп алыңыз, деп қала берді. Менің мынандай күйде жалғыз өзім баламды құшақтап, радамнан шыққанымды сол таксисте таң қалды. Сіздің күтіп алатын ешкіміңіз жоқ па дейді. Жоқ, деп қоя салсам, күйеуіңіз жоқ па? Туған туысқандарыңыз жоқ па? Қалай ол? Бір адам келмеген, деп қайта сұрап барады. Ол жағында сіздің шатағыңыз болмасын, мен үйге апарып ақшаңызды алып кетсеңіз болды, деп қаттырақ айттым. Дұрыс қарындас, дұрыс, артық сұрақ қойған болсам кешіріңіз, деген таксист маған қайтып сөйлемеді. Ал үйге жеткенде айналамның бәрін қара түнек басқандай күй кештім. Себебі кәмпит шашып, шулап жатқан ешкім жоқ. Қу басымен құндақтаулы балам ғана бар. Қайран-ай, менің анашым, тым болмағанда сен тірі болғаныңда ғой. Ұшып жетер едің. Бауыр дегендері өз алдына отбасы болған соң қалады екен. Әрине, ауылға барсам алдынан шығар еді. Мына қалаға келмейді ғой. Өйткені олар мына үйді менің үйім емес екенін біледі. Бесік керек, анау керек, мынау керек, деп интернеттен қарап шықтым. Мама тайым деген бар екен. Соның нөмерін алып баламды емізіп отырсам, телефоным шыретті. Сіздің мекен жайыңыз қандай еді, таппай тұрмыз, дейді бір келіншек. Бірінші адресімді айтып алып, соңынан барып, сіз кімсіз? Деп сұрадым. Маған мына нәрселерді апар деп беріп жіберді, дейді. Кім берді, қандай таксиде тұрсың? Мен терезеден қарап көрмей тұрмын, дедім. Такси емес, үлкен машина, деген қыз қазір деп қоя салды. Сөйтсем, тереземнің астында бір көлік тұр. Ішінен түскен екі қыз маған қарады. Оған дейін жүргізуші жігіт шығып, артынан бірдеңелерді түсіріп жатты. Құдай-ау, не жоқ десеңші. Бесіктен бастап балаға қажеттінің бәрін түсірді. Сонан соң зыпылдап алып, үшеуі бірдей жүгіріп жүріп, үйіме кіргізіп берді. Ағайларың қайда? Деп сұрадым баламның бетіне үңілген қыздан. Ағай Францияға кетті ғой, сізге айтпады ма не? Дейді. Анау Бастилияны алған күнге орай дейме, тәжірибе алмасады дейме, әйтеуір жас қыз бірдеңелерді айтып кете барды. Бастилия деген қайғала, деп миым ашып мен қалдым. Әлде Бастилия деген адам ба дейм. Бәсе, ағам қалада болмаған екен ғой. Әйтпесе өзі келмесе де басқаларды жіберер еді. Ол кісі қалада болғанда басым салбырап жалғыз шықпас едім. Сол күні белшеннен батып біраз байып қалдым. Өйткені бүтіндей наборға тапсырыс берген екен, және де қымбатынан берген. Мынандай бөбек жасауды дегенге мыңдаған келіншектің қолы жете бермейді. Бөпемнің бөлмесі бір сыпыра толып қалды. Мұндайдан кейін тағы да төбеңдегіге жалынасың. О, Құдайым, мына баланы ағамнан баласы қылып жарата көрші, деймін. Бірақ баламның туған күніне мен өткен жылда өзімше есептеген болам. Мүлдем сәйкес келмейді. Айтқандай, бұлар неге баламды бөлек ұстады? Сары дейтіндей менің көзім сары көріп тұрған жоқ. Мүмкін уақытынан бұрын тудым бекен. Сол үшін баламды оқшаулаған шығар. Иә, дәл солай. Мен бейбақ шатасыппын.
Дәрігерлер вакуум дегенді сыбырласып айтты ғой. Әлде айтпады ма? Жоқ, айтты. Тағы да интернетке зып бердім. Айттым ғой, шала туған баланы вакуумге салып жетілдіреді екен. Қуанышым қойныма симай кетті. Томпиып жатқан баламды иіскеп алып тамаққа қарадым. Ас бөлмемнен ортада жүріп қайта қарайым. Бір картоп тазалап келіп тағы да қарайым. Әр келгенде бетін ашып қарап, иіскеп қайта кетем. Қуандым, мен шынымен де қуандым. Төбем көкке екі елі жетпей қалды. Дейінші. Сонан соң менің миыма бір үміт сап ете қалды. Ағам жоқта ауылдағы көңілдес күйеуімді шақырып, ДНК тапсырып көрсем болмай ма? Әрине, ағам жоқ кезде білдірмей алдын ала тапсырып, көзімді жеткізіп отырсам ше. Егер де ағамдікі болып шықса, басымды тік көтеріп, алдында сөйлемеймін бе? Ол кезде тіпті: сіз мені елдің өсегіне бола тастап кеттіңіз. Бұрынғы байым көре алмағаннан айтқан. Маскүнем адамның өзіне деп ақталмайын ба? Айтқандай, қашан қайтады деп еді? 10 күнге кетті деді ме? Осы 10 күнде бірнеше сараптама тағайындап, нәтижесін көруге болатын шығар. Әттең, есебімді бір аптаға алға жылжытсам, онан 9 ай, 9 күнде алып тастасам, мына бөбек ағамдікі болып шыға келеді. Сондағы дәрігерлердің вакуум дегені мен бейбаққа үміт сыйлады. Осыны ойлағанда қуанып қалам. Бірақ өз есебімен қарасам, мұңая салам. Жетер осы жерден енді. Екі еркектің қайсынан тусам да, тап бір мына томпиып жатқан балапан менің балам, менің. Ағамның ақшасының мөріне тап бір. Мен ол адамды сүймеймін. Бірақ ақша дегенде адамзатқа одан кейінгі қажет нәрсе екен. Әй қойшы соны. Қолымды бір сілтеп телефонымды алдым да бұрынғы байыма қоңырау соқтым. Сол күні бұрынғы байыма қоңырау соққанда күйеуім көтермеді. Еркек қой, әрі-бері жүрген шығар деп қоя салдым. Онан кейін томпиғанмен әуре болып кеттім. Ал ертесіне бұрынғымның өзі хабарласты. Ауылдасың ба деп сұрадым. Ауылдамын дейді. Қалаға келсең хабарлас, егер осы 3 күннің ішінде келсең дедім. Неге 3 күн дейді? Үндемей өшіре салдым. Өйткені білем ғой, ол енді менің WhatsApp-ыма шығады. Әне көп етпей бірдеңелерді жазып жатыр. Сөйлесе алмай тұрсың ау, ол бар ма дейді. Ағамды сұрап тұрғанын түсіндім. Ол жоқ болған соң айтып тұрмын дедім. Әрі қарай жұмысымнан сұранам деген жігітім ертесіне ұшып қалаға келді. Қараш кімге ұқсайды? Деймін қалжыңдап. Өңле түсіп, білмеймін, әлі кішкентай ғой дейді. Бетінен иіскемейсің бе? Мен сияқты деп өзім иіскеп алдым. Көзін алмай қарап біраз отырды, бірақ иіскемеді. Бұл бейшараның да күдігі бар екен ғой деймін. Бұл менің балам деп әшейін-ақ айтып тұр. Бұл өзі мені өлердей жақсы көреді. Шындығында бұған мен ғана керек шығармын. Әйтпесе неге нәрестеден шошып отыр деймін. Ал анау шетелде жүрген ағама бәрібір. Оған бала да керек, мен де керек сияқтымын. Бірақ бала өзінікі болса, ол мені алмайды ғой, соны білем. Сол үшін мынаны шақырдым. Жоғарда бірнеше рет айтқанымдай, мен мұның үмітін үзбеуім керек. Әттең, бақыт деген осындай болады екен. Қазанда тамағым бар, құшағымда балам бар, төсегімде байым бар. Олай дейтінім, мына үйде нәрестем екеуміз 3 күн тұрдық. Қаңырап қалған қамал сияқты болады да қалады. Осы күні көп қыздардың бір бала туып ажырасып, бақыттымын дейтін өтірік екен. Үйіңнен кіріп шығатын еркексіз күнің бекер ғой. Мейлі, ол сенің балаңның әкесі болсын, болмасын, ағараңдап отырса, әне сол бақыт. Бақа басты еркек артық деген осы шығар. Баламды ұйықтатып қарап жатырмын. Жауырынды сипап қолын созған болды. Міне осының өзі жарты бақыт емес пе? Тарт қолыңды, қуасың ба? Деп қағып жібердім. Жоқ, мен сені жай ғана құшақтап жатқым келеді дейді, сыбырлап. 2-3 күнде ағам келеді, соған дейін жанында болсын дедім. Шақырғанның себебі сол. Онан басқа ештеңе керек жоқ дедім. Өйткені ДНК жайлы айта алмадым.
Нақтырақ айтсам, айтуға қорықтым. Егер баласы болмай шықса, бұл да басқа қатынға үйленіп кетсе қайтем? Ал мына балаға шошына қарап отырғаны. Әрине, мұның да күдігі бар. Мен ағамен 2 жылдан көп тұрған қатынмын. Осылайша менің кесірімнен 2 еркектің басы қатты. Онан өзімнің басымның қатқаны ол бір төбе әңгіме. Сенің есіңде ме былтыр? Тамыздың аяғында ағам жұмыс деп ауданға шауып жүргенде екеуміз көп кездестік кеттік. Соның нақты күндерін білмейсің бе деп сұрадым. Білмеймін ғой жаным, сен дегенде есім ауып ұша беретін рас, дейді. Онан көп етпей, оны неге сұрадың дейді. Жай сұрағым келген деп қоя салдым. Бұл басын көтеріп атып тұрып, жан, сол тамыздан бері қарай 9 ай шығады екен ғой, дейді. Осылайша бұрынғы байымен ашықтан ашық сөйлесіп жатырмыз. Сонымен маған бұл екеуінің қайсысы бай, қайсысы көңілдес болды білмеймін. Бәлкім бұрын некеде болмаған бөтен еркек болғанда мұндай күйде болмас бедім. Манаған тіпті алаңдаған да жоқ. Тек ауыл арасында абыройдан айырылдым демесем, басқа дәнеңе де өзгерген жоқ. Сағындым жаным, деп қапсырақ құшақтап жатты. Мойныма жеткен ыстық демі жанымды шаршып барады. Тап осылай жат, қозғалма дедім. Иә жаным, жай ғана мен сені құшақтап жатсам болды дейді. Онан әріге үміттенбе босқа әуре боласың деймін. Тым болмаса басқаша болсыншы, әрең жатырмын дейді. Кет құры болмайды, деп итеріп тастадым. Бұрын болып жүрді ғой, деп өліп барады. Қума, ол бұрын болып еді. Қазір бала емізіп жүрмін, ондайды ұмыт, деп аяғымен тепкілеп итеріп тастадым. Еркек деген осы ғой. Оларға керегі бір ғана нәрсе. Сорлардың бастары істемей қалатыны рас. Ертең 1-2 палчандармен отырамыз, жазып жатыр, деп қояды. Ол ненің құрметіне десем, ертең 9 мамыр жеңіс күні екен. Айтқандай, баламның аты қойылған жоқ, кім деп қоям деп ойланып басым қатты. Ол менің ағамның аузына қараған түрім ғой. Сол кісі кім деп қойса өзі білет. Бірақ бұл бала соның баласы болса ғана. Ал мына байым сабыр деп қоям дегенді айтқан. Әрине, сенің балаң болса қоясың дедім. Ол кезде 4 құбылам теңескенге, қалжың шыны аралас осы сөзді айтып едім. Өйткені анау былығым уақыт өте келе саябырсып басылғандай болған. Елдің менен басқа айтатын өсегі жоқ па? Уақыт өткен сайын сол ауыл мен жайлы ұмытып бара берді. Бірақ бұл ешқашан ұмытылмайтын нәрсе екен. Қитетсең елдің есіне түсіп отырасың. Айтайын дегенім, артым ашылғанда қаулаған өсек қалаға кеткенімде басылып тым-тырыс болды. Онан балалы болғанымда тағы да дүрлікті. Олардың да айтатындары бала кімдікі болып жатқан шығар. Олар түге мына баланың кімнен екенін өзімде білмей отырған жоқпын ба? Бірақ онан бері 10 күндей уақыт өтті. Ауыл өсегі қайта басылып бара жатты. Өстіп ұмыт болсам екен деймін. Дегенмен бала мектепке барса тағы да шулайды. Әкесінің арқасында қымбат гимназияда оқыса, онан жоғары оқуға түссе, тіпті шетелге кетсе де, мына өсек қалмайды. Қоңырауы сыңғырлап, өмір бойына еріп жүреді. Бұл әрине еркекке білінбейді, ал әйелдің соңынан қалмайды. Сол үшін де әйелдің аяғын шалыс басқаны өте қиын. Ертең-ақ келін келмей ме? Құданың да болмай ма? Қазан ошақ сыңғырламай ма? Бәрі де мүмкін ғой. Сол кезде осы сөзді келіннен естісең, тірідей өлмегеніңде нең қалды? Құдай бетін аулақ қылсын. Жүзі қара болғаннан жаманы жоқ. Палчандарыңа барып, сонан соң шығып әрі қарай ауылға кет, мұнда келмей-ақ қой, дедім ертесіне шай басында отырғанда. Я, жұмысымда бар, қала берсем болмайды, дейді көңілдес күйеуім. Сөйде ғой, мен шақырғанша келме, бірақ мен сені шақырып тұрам, деп үміт беріп жібердім. Мұны естіп шығарып салсам, түнмен қипақтап қанымды ішті. Сондағысы мен берсем, бұл құрышын қандырса болды. Көзім іліне бергенде қолын жүгіртіп, ұйқы бермейді ғой ақымақ. Бүйте берсе, елтіп кетіп, бұтымды еріп, тағы да көтеріп қойса, масқараның көкесі сонда болады.
Не болса да ағамнан хабар күтіп жатырмын. Оның арасында білім басқармасының салтына тіркеліп, аңдып отыратын болдым. Балапаным тып-тыныш еді, анда-санда болмаса жылай бермейтін, мазасыз емес. Сол үшін қарымды тойдырып, баланы емізсем, ары қарай Инстаграм ақтарып жату ғана. Бір күні ағамды келет деп білім басқармасының сайты шулап жатты. Бұл мамырдың ортасы еді. Жалғыз жатып жабырқап жүргенмін. Бөтен өмірден тағы да қоңырау келді. Мен келейін сіңлім, деп ағамның тапсырмасын айтты бір кісі. Мекен жайыма жаздым, жүрегін қолына алып жетіп келді. Елуге таяп қалған ағам қатарлы кісі екен, баланы тұзға түсіріп көрсетті. Онсыз да шомылдырып жүргенмін, білгенім артық болмайды. Бесікке бөліп үшмекті былай-былай дейді. Онан жаялықпен құндықтаған былай міне дейді. Сол күні кешке дейін жанында болысып, сорпа ішіп кетті. Ал енді ертесіне ағам келді. Әрине, үйге емес қалаға келді. Мен сізді күтіп жүрмін, аман есен келдіңіз бе? Деп өзім жаздым. Келдім, бірақ сен мені неге күтесің? Деп сұрады. Сіз өзіңіз айтқанға, дедім. Оған әлі ерте ғой, алдымен шілдеден 40-нан шығар, кішкене белі қатайсын дейді. Әрі қарай не айтасың? Ағамның сөзінен торға түскен торғайдың күнін кешкенімді білдім. Осылайша мен қазір жұмыстамын, кешке өзім хабарласам, деген ағам тұтқаны тастай салды. Мен бұлай жата беретін ақымақ емеспін. Бала керек болса өзің жүгірерсің, деп күбірлеп қала бердім. Расау, мына үйдегі күнім торғайдың күні болып барады. Ешқайда шыға алмаймын. Ешкіммен сөйлесе алмаймын. Сөйлесетін бетім жоқ болса қалай сөйлесем? Өзімнің де бұрынғы байымның да құрдастарының группасынан шығып кеткенім қашан. Бір ғана жеңешем мен сіңлім бар. Оларды байларының алдында тілдері шайнап қипақтап отырады. Бірақ соның бәріне кімнің кесірі? Алайда сол күні кешке телефоннан қоңырау күтіп отырсам, есігімнің қоңырауы шырылдады. Жетіп барып, бұл кім екен десем, менмін деген ағамның даусы шықты. Тетігін баса салып, баламның бетіне ашып қойдым. Онан бір иіскеп алып ас бөлмеге жүгірдім. Көзі жыпылықтап қарап жатыр. Бала деген тәп-тәтті болады ғой. Енді бұл күн сайын тәтті болып бара береді. Аяқ қолы тырбыңдап, күлетін болады. Онан аунап түсіп жататын болады. Бір күні тай-тай басып былдырлап тілі шығады. Құрбыларымның балдарына телміріп талай қарағанмын. Тілім тасқа тисін, сұқтансам. Сыртқы есік ашылып ағамның кірген байқадым. Үстіне қап-қара спортивка киіп алған. Ас бөлмеге бас сұқты. Онан маған қарап, қалайсың? Деді де кейін кетті. Бала жатқан бөлмеге бара жатқаны анық еді. Қолымды сүртіп тастап, соңынан ердім. Алайда бұл да менің бұрынғы байымның кебін киді. Баламның бетіне үңіліп біраз тұрды да, анау жердегі орындыққа отыра кетті. Ішетін жейтінің бәрі бар ма? Деп қалтасынан қолын салып, ақша шығарып еденге тастай салды. Неге еденге тастайды? Мен сонда ит сияқты барып ақшаны алуым керек пе? Қанша ақша екенін білмеймін, әйтеуір біраз ақша. Бірақ аштан өлсем де, мен ол ақшаны алмайым. Беретін болса кешегі күйеуім сияқты халатымның қалтасына салып, бетінен сүймей ме? Әрине, оның бергені мына ақшаның 5-тен 1 болар. Бірақ берудің де беруі бар ғой. Итке сүйек лақтырғандай тастай салғаны қалай кетті? Мен алдына барып еденге еңкейіп жинап алады екенмін ғой. Адамды ақша бұзады деген рас сияқты. Облысты уысында ұстаған ағам мінезі де өзгерген көрінеді. Бала жайлы айтатыныңыз бар ма? Деп сұрадым төсекке жақындаған баламды нұсқап. Қайда асығып жүрсің? Дейді ағам. Мен асығыс емеспін, бірақ мен сізге мынаны айтқым келеді. Маған келгеннің бәрі Құдайдың ісі дейін. Бірақ мен сіздің балам екеумізді мына үйде қамап қойып, өзіңіз шетелде жүргеніңізге қарсымын. Сізге Денка жайлы сол үшін айттым. Сіз оны әу баста өзіңіз айтқансыз. Мен оған дайынмын, дедім.
Сонда маған бір балаға бір қараған ағам, тым болмаса аман есен қырқынан шығарсай, жарықтық, деп ұрсып тастады. Негізі менің ашуым келетіндей бар еді. Өткенде бұрынғы байым келді, ол мына баламның бетіне бажырая қарады. Бүгін мына байым келді, ол да бажырая қарап үрпиіп отыр. Сендерге бала керек болмаса, маған керек. Тым болмаса көңілім үшін бетінен сүймесе де, құндағымен көтеріп, сүйсініп барып тфай-тфай десе несті? Өтірік болса да солай жасамайсыңдар ма? Сонда сен екеуіңе менің көтім керек те, көтіңнен шыққан бала керек емес пе? Менің көңіліме қатты тиген осы еді. Мұнадан кейін сені сүйем, 2 балаңмен үйленем, 3 балаңмен алам деп өтірікті сылқитатын еркектерді ойлай беріңіз. Айналып келгенде оларға сенің бала шағаңның керек емес. Оған сенің бала шыққан тесігің ғана керек. Менің басымды босатыңыз деп дүңк еттім. Кештің арасында сені қандай жау шапты, дейді. Маған мына отырыс ұнамайды, білесіз бе? Мен мына үйде жалғыз отырып күн кешетін қыз емеспін. Мен мына баланың тегін тезірек анықтап, әрі қарай бір шешімге келу керекпін. Егер сіз қарсы болсаңыз, ертең-ақ өзім барып ДНК тапсырып, нәтижесін хат арқылы поштаңызға салып жіберем, дедім. Сонда ғана ағам маған біртүрлі қарады. Мен де қабағымды түйіп тұрып, түр жасап алғанмын. Ас бөлмемен 2 арада кіріп шығып жүре бердім. Терезеден далаға қараған ағам көп ойланды. Тіпті 5 минуттан ұзап бара жатты. Не иә демейді, не жоқ демейді. Сонан соң орнынан тұрып, шалқалап жатқан баламның бетіне қарап тұрды. Қапталдап келіп, баламды көтеріп алдым. Ағам белегімнен шап берді. Басымды бұрып, көзіне тік қарадым. Ызаға булығып, түтігіп тұрған жүзіне шып деген жас келгенде, тоқта сен, баланы тез орнына қой, деп айқайлап жіберді. Жүрегім зырқ еткенде, еңке түсіп баланы тастап жібердім. Білегімнен ұстап алған ағам жібермеді. Тартып жіберіп өзіне қаратты да: сен маған оңай дейсің бе? Мен жетісіп жүрмін ба? Айт, деп ақырып жіберді. Қорқып кетіп басымды бұға бердім. Көзіне шөп салған қатынды байы өлтіреді. Мына қалада жақында ғана сондай сұмдық жағдай болды. Мұндайда еркектің сағы сынады, жолдан таяды, ішкілікке салынып, адам кейпін жоғалтады. Мен соның бәрін ішіме жұтып жүрмін. Париж дейсің. Мен сол Парижді қыдырып берге таппадым. Өйткені сені туды деп ауыл шулап жатыр. Олардың арасында мені құттықтап мазақ қылғандар да бар, деп итеріп жіберді. Әрине жерге емес, кереуетке итерді. Жалп еттім. Сен дұрыс дедім дейтін болсаң оны айт. Мен ол жігітке тимесем қорыққаным емес. Адамдық қасиетімді жоғары қойғанмын. Мұндайда еркек-еркекке ештеңе айта алмайды. Өйткені сен қатынға ие бол, мен оны зорладым ба? Десе, не айтасың? Әрине, ол сені зорлаған жоқ. Сен оны өз еркіңмен істедің. Мына баланың ешқандай да күнәсі жоқ. Бұл кімнің баласы болса да өмір сүруге құқылы. Елге жетем дегенше асығып келдім. Бірақ мына періштені көрем, бетінен сүйе алмадым. Өйткені сенің сатқындығың ешқашан ұмытылмайды. Еркек ондайды ұмытсын ба? Деп аяғымды итеріп отыра кетті. Сонан соң балаға қарап біраз отырып, өзегіңде өшпей із қалады. Ол сенің жүрегіңе жабысып мұз болады. Сонан соң қит етсе есіңе түсе береді. Мына үйге жетем дегенше мен де сен ойлағандай оймен келдім. Баланы көтеріп алам деп келдім. Бетіне қарап күлем деп келдім. Искеп тоям деп келдім. Бірақ сенің былығың есіме түскенде бетіне қарап қаттым да қалдым. Мүмкін мына бала маған ұқсайтын да шығар, алайда көңілінде күдік болатта тұрады екен, дегенді айтты. Әрі қарай тұр, ас бөлмеңе бар, қазанның иісі шығып бастады, деп қолымнан тартты. Сол қолымның білегімен көзімді басып жатқанмын. Ұшып тұрып ас бөлмеге зыттым. Майын қызып күйіп бастапты. Етін салып қайта-қайта сығалап кетіп жүрдім. Ағам жатып алып баламның бетіне қарап жатыр. Ағамның ұшымен келіп 3 рет қарадым. Ағамның сол жатыс еді.
Көзін алмай ұйықтап жатқан балаға қарап жатты да қойды. Бірақ не иіскемеді, не бетінен сүймеді. Біразға дейін жата берді. Мен қазан басын тыңғырлатып жүре бердім. Орнынан тұрған ағам ас бөлмеге кіріп отырып сөйлеп жатты. Мен аттас қайнағаң бар ғой, білетін шығарсың. Әлде сен онымен де енеңмен ұрысқандай ұрысып па едің? Деп сұрады. Не айтқысы келді екен деп үндемей жүре бердім. Онан үлкен Манарбек дегені болды. Менімен бірге бір сыныпта оқып бітірді. Өте жақсы жігіт болатын. Өкінішке орай жастай қыршын кетті. Сенің күйеуің тап сол Манарға ұқсайды. Түрі де сөзі де келеді. Айтқым келгені ол менен түсіме кіріп кешірім сұрады. Сен екеуінің былығыңа өздері ұялмасаңдар да әруақ ұялып жатыр. Білесің бе? Анаңа дейін өлілгенше кешірім сұрап кетті. Ал енді саған ДНК керек екен, ертең бір апай келеді. Үйден алады, үйде болады. Нәтижесін екеуміз бірге естиміз. Әрі қарай шешімді де бірге қабылдаймыз. Деп ас бөлмеден шыға берді. Аға, сорпа пісіп қалды, ішіп кетіңіз. Деп соңынан ердім. Алайда ағам бөлмеге емес, шыға беріске беттеп аяқ киімін киіп жатты. Аға, сіз жақсы көретін сорпа пісіп қалды, отырыңыз. Деп екінші рет айттым. Мен ол сорпаны пісірген әйелді жақсы көрген соң жақсы көретінмін. Бірақ абайсызда тамағыма сүйек кетіп қалды. Ол құрғыр не әріп кетпеді, не бері кетпей тұрып алды. Сол сүйек кеткенше сорпа ішпеймін деп уәде еттім. Деген ағам шығып кетті де қалды. Ал енді ертесіне қолына чемодан көтерген орта жастардағы қатын үйге келді. Бұл ДНК алуға келген апай болатын. Құйрығымды қысып ұстап Құдайға жалынып нәтижесін күтіп жүрдім. Сол күні күн кешкіре бастағанда есігім қайта қағылды. Ашып қалғанда алдымда ағам мен қолына чемодан ұстаған әлгі келіншек тұрды. Кіріңіздер деп илтипат білдірдім. Ағамның түрі адам танымастай өзгеріп кеткен. Есіктен кірген апа аяқ киімін шешіп жатқанда көңілсіз көрінген ағам: мен өте сенгіш адаммын, сіз маған осы жерде нәтижесін айта салсаңыз, деп сұрады. Сонда аяғын шешіп болған апа чемоданын көре салып: неге олай дейсіз? Сонша жерден келдіңіз ғой ағасы, деп таңдана қарады. Жоқ, жалпы айтып тұрғаным ғой, нәтижесін естігім келеді, бірақ қобалжып тұрмын. Сол үшін ауыз екі мағынада айта салсаңыз, ал мына келіншекке қағазын көрсете салсаңыз, деп аяғын шешпей тұра берді. Жоқ аға, олай болмайды. Өйткені мен өзімде нәтижесін білмеймін. Асықсаңыз мінекей, осы жерде пломбасы бар. Пакетті көрсеттім. Екеуіңіз де қарап алыңыздар. Әрісі 2-ақ минут. Деп чемоданды жерге қойған апа сықырлатып ашып жатты. Бұл менің өмірімдегі ең қиын сәт болатын. Миымда мыңдаған сұрақтар қаптап кетті. Баламын ағамнан болмаса бұрынғы байымнан. Осы екеуінен басқа ешкімдікі емес ол. Өзіме ғана аян. Анау шалдың сипағанынан туатын қатын емеспін. Бірақ осы екеуінің бірінде ақша бар, екіншісінде махаббат бар. Махаббат болғанда менің де махаббатым бар. Қысқасы әп-сәтте чемоданды ашқан апа ішінен бір пакет шығарып: жарық болса қоссаңыздар екен, пломбасын көрсетейін, деп жан-жағына қарады. Қосатын тетік кіре берісте, ағам тұрған жерде еді. Қазір жақындай бердім. Құрғырды басатын саусақтарым қозғалар емес. Әупірімдеп алақанмен қостым. Сонда апам ағама жақындап: міне аға, мына пломбаны көрдіңіз бе? Деп сұрады. Қолына қараған ағам үндемей тұра берді. Енді апам маған қарап: сіңлім, сенше? Деп сұрады. Көрдім, дедім. Бірақ даусым шықпай қалды. Апам оны түсінбесе керек. Көрдіңіз бе? Деп қайталап сұрады. Көрдім, дедім де қабырғаға сүйеніп тұра қалдым. Аяқ қолынан жан кетіп қалды. Кешіресіздер, мен сіздерді түсінбей тұрмын. Қаласаңыздар пакетті қолдарыңызға берейін. Екеуіңіз бірге ашып қараңыздар. Біздің орталықтан тест сұрайтындар көп. Алайда нәтижесі шыққанда естігісі келмей тұрады.
Егер аш десеңіздер, осы жерде ашып беріп, қағазды тастап кетем. Өздеріңіз оқып аласыздар, дейді апам. Мен үндемедім. Ағам да үндемеді. Бірақ мақұл дегендей басын изеді. Осыны күткендей апамыз пакетті жартты да, ішінен бір парақ қағаз шығарып төсекке қойды. Сонан соң тағы бір қағаз шығарып, мына жерге қол қоюларыңыз керек, деп көрсетті. Рас екен, аса құпия болады екен. Екеуміздің де аты жөніміз жоқ, әкесі деген жерде бір деп, анасы деген жерде екі деп тұр. Оның төменіне біздің қан тобымызбен тапсырған күніміз жазылған. Басқа ештеңе де жоқ. Саусағым дірілдеп тұрып әрең дегенде қол қойдым. Қорықпа сіңлім, тест тапсырғандардың бәрі қорқып тұрады, дейді апам. Қажет деген жеріне қолымды қойып болған соң, ішкі бөлмеге кіріп кеттім. Ағам қол қойды ма жоқ па білмеймін, әлгі апамның. Ал ендеше мен кеттім, отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын, деп есікке жақындап бара жатты. Анадай жерде кең кереуетте балам жатыр. Оның жанында бір жапырақ қағаз жатыр. Өзім терезенің алдына барып теріс қарап тұра бердім. Апа шығып кетті. Ағам кіре берісте тұрған. Бірақ қашанғы тұрсын. Аяғын шешіп менің жаныма келіп, қатарласып терезеге қарады. Екеуміз де сөйлемейміз. Екеуміз жаңа ғана ұрысып қалған бай мен қатын сияқтымыз. Арадан 3 минуттай уақыт өтті. Қашанғы шыдайын, өзім сөйлеп бастадым. Ана қағазды оқымайсыз ба, деп сұрадым. Оқитын болсаң сен неғып тұрсың, дейді. Мен оқымайм, өйткені маған керек емес, дедім. Неге керек емес? Деген ағам жалт қарады. Сол аға, маған тесттің нәтижесі керек емес, өйткені мен анамын. Мына жатқан бала менің жатырымнан шықты. Мен оны кімнен тусам да ол менің балам, дедім. Баланы соттаса да ала алмайтынын біліп алдым ғой, несіне қорқам деп қоям. Осы саған керек пе? Бір кеткен адамнан қайта барып нең бар еді? Деп көзіме тік қарады. Осы жерде Құдай менің аузыма мынандай сөзді түсірді. Мен ешқайда барған жоқпын. Барды деп күдіктенсеңіз, анау қағазды қараңыз, сонымен бәрі бітсін, деп дөңкеттім. Қызық екен, деген ағам барып қағазды алып қаратты, құндақтаулы жатқан баланы көтеріп алды. Мен оны үстін көрмедім. Терезеге қарап тұра бердім. Бірақ қимылынан бәрін біліп тұрдым. Демек, сараптама оң нәтиже берді деген сөз. Алайда, сол күні баласына үңіліп біраз отырған ағам кешкі асқа қарамай кетті. Бір қызығы, ештеңе демей үнсіз кетті. Сол кеткенде мұңайсам да, қағазға қарап қуанғандай болдым. Енді мен не істеуім керек деймін. Ең бірінші мен бұрынғы байыма сараптама жайлы жақ ашпау керекпін. Баланың әкесі мына ағам, осы кісі бір шешім айтпағанша, ол жүре берсін. Жалпы сол сорлының тап қазір ДНК дейтіндей жағдайы жоқ. Қу басын құшақтап жалғыз қалды. Әке кетті, шеше кетті, жасы 30-дан өтті. Шындығында оған енді бір жүйке бас керек ақ. Жалпы сол жігітті әйелі тастап басқа байға тиіп кеткен десе, танымайтындар сенбесе керек. Мынандай еркектен кеткен қандай бейбақ еді десе керек. Өйткені ол ағасының, ол асылдың сынығы, ол алтын бала. Дегенмен, оның тағдыры сондай болды. Бейшара жалғыз қалды. Мен оны әлі де жақсы көрем, жаным ашиды. Егерде мүмкін болса жалғыз қалдырғым келмейді. Жылаттым ғой, мен оны сорлатып кеттім. Бірақ мені де Құдай кешірсін. Солай жасауға мәжбүр болдым. Мені 13 жыл бала көтермеген әйелдер ғана түсінеді. Басқалар үшін мен бәрібір қаны бұзық қатын болам. Иә, мен жаңылдым. Мен оны мойындаймын. Дегенмен, ең бірінші енем кінәлі. Алайда марқұмды жамандап, күнәсін арқаламайым. Өйткені ол кісінің де ұлына ұрпақ керек болды. Босағасында 10 жылдан көп жүрген келіні бір бала туып бермесе, кез келген ана баласына басқа қатын әпергісі келеді. Көрдіңіз бе? Сайып келгенде осының бәрі төбедегі Құдайдан келді. Ал жердегі пенделерден көреді. Бәлкім сол үшін де Құдай мені
қайта кешіргенде шығар. Аға, бүгін сізге қандай тамақ пісіріп қояйын деп қоңырау соқтым. Мен Астанадамын дейді ағам. Жарайды аға, аман болыңыз, деп қоя салдым. Онан әрі не сұрайын? Не ағып жүрсің дейін бе? Олай дейтіндей қатыным ба? Еркек деген осы екен. Оларға қатын жолда, бала белде дегені рас екен. Бүкіл бір облыстың білім басқармасының бастығы қатын таппайды дегенге сену қиын. Керек десеңіз, 50-дегі еркек қыз алады, мен бейбақты кім алады? Мені қатын жіберген, немесе қатыны өлген біреу алады. Сол үшін бұрынғы байыма қоңырау соқтым. Айттым ғой, мен оны ешкімге қимайым. Түсінесіздер ме? Ешкімге. Оның өзімен басқаға бұйырғанын қаламайым. Өкініш бар ма? Сенде дейсіздер ме? Әрине бар. Мен онан ажыраспасам да туатын бедім. Білмейм. Интернеттен қарап көрсем, 13 жылда туғандар жетіп жатыр. Ондайды осы үйдің бұрынғы бикесі де айтқан еді. Құдағиымның сіңлісі деді ме, сондай бірдеңе деп еді. Осылайша күндер зулап өтіп жатты. Баламмен әуре болып жүре бердім. Әй қыз, ертең 40-нан шығарам. Дейсің, барайын ба? Дейді жеңешем. Келем десеңіз келіңіз дедім. Оған кім айтқан десеңіздер, айтайын. Ағам айтқан. Ол кісі әлі де менің туғандарыммен араласын үзбеген. Соған қарағанда маған қайтып келер дедім. Олардың білмейтіні бір ғана нәрсе. Баланың ағамнан екенін білмейді. Ағамның оны неге жасырып жүрген білмеймін. Маған да солай айтқан болатын. Бұл екеуміздің ғана арамызда қалатын болған. Сондағы түсінгенім, ағам өзінің ДНК сараптамасын жасатқанына ұялатын сияқты. Меніңше басқа себеп жоқ. Айтқандай, осыдан біраз бұрын еденге тастап кеткен ақшасы жайлы айтайын. Мен оны ерегісіп алмай қойдым. Ағам кеткенде жатын кереуеттің астына асыра салғанмын. Бүгін үй тазалайтын жаңа шаң сорғыш пен жаңа тоңазытқыш беріп жіберген. Оны 2 жігіт келіп кіргізіп қосып беріп кетті. Сол шаң сорғыш пен үй тазалап жүріп, анау ақша есіме түсті. Кереуетті әрі-бері ысырып, бәрін жинап алдым. 500 000 теңге шықты. Бұл менің 2 айлық жалақыма тең болатын. Соны мен ертең 40 деп жүгірдім. Басқармадан 1-2 қыз келіп көмектесті. Онан интернеттен Гүлжан деген келіншек келіп үстел жасап берді. Ақшасын төледім. Ауылдан жеңгем мен сіңлім келді. Осындағы көрші қолаң жиналды. Ұлымды 40-нан шығарып мәри-сәри болдық. Қызым, қай елдің қызы боласың? Деп сұрады қарсы есікте отыратын кемпір. Руымды, жасымды, ауылымды айттым. Әжем айтпасыма қоймады. Алайда кейуана көрші онымен де тоқтамады. Иегі кемсеңдеп алып, аузы шайнаңдап, күйеуің қайда? Деп сұрады. Күйеуім Астанада, жұмыста дедім. Бәсе, біздің Мираш келін күйеу бала бастық деп айтып еді. Бастық екен ғой, дейді. Бұл кісінің Мираш деп отырғаны Мейрамгүл деген көрші келіншек, осы кісінің келіні. Ол медицина саласында істеймін деген. Ағамды қайдан таниды деп таңғалдым. Сол Мейрамгүлдің өзі жоқ еді. Сіменде болам, енем барады деген. Енесі келіп болмаған нәрсені сұрап, ашып жүрген миымды онан сайын ашытты. Осылайша 40-нан шығардық. Бір қызығы балама әлі де есім қойылмаған, азан шақырылмаған, ат қойылмаған соң құжатты алынбаған. Мына кемпір енді соны сұрап өліп барады. Алжыған қақпаса тып-тыныш отыра беріп, тамағыңды жесейші, сенің не жұмысың бар деймін ішімнен. Ол әр нәрсені сұрай бергеніне арты қуыс мен қорқып барам. Қысқасы әлгі кемпірден естімегендей болып құтылдым. Ол да еріккен біреу екен. Әй, балапанның аты кім? Азан шақырдыңдар ма? Деп 3 рет сұрады. Сөйтсем оның сырын соңынан естім. Ауылдан келетін шалы бар екен. Азан шақырып тиын тебен алады екен. Соған қарағанда келіні ағамды таниды. Тым болмаса бастық екен біледі. Өйткені менің ағам қалалық телеарнаға көп шығады. Айтқандай, құжат жайлы ағама айтқанмын. Ол жағынан қам жеме деген.
Балаға берілетін сүйінші пұл деген бар десем, ақшаң жетпей жүрме деген. Осыдан кейін артымды тастай қысып үндемей жүргенде қырқынан шықты. Ал енді балам қатая бастады. Ағамен арамыз оңала қоймады. Бұрынғымды шақырып 3 күн қонақ қылып жібердім. Себебі ағам 2 күннің бірінде Астанада болды. Негізі қалада жүрсе де үйіме көп келмейтін. Келсе де тамақ ішпей отырып кететін. Алдына тамақ қойсам шұқып ысырып қоятын. Сонда ғана мен оның тек бала үшін келетінін түсіндім. 2 ай болды ғой. Мына балада құжатта жоқ, өзіңізден хабар жоқ, деп жаздым бір күні. Барғанда сөйлесеміз дейді. Сіз сонда қайдасыз, деп сұрадым. Астанадамын дейді. Астанаға көп барасыз, сол жақтың бір қызына үйленіп алсаңызшы, деп қалжыңдаған болдым. Айтсаң болды, үйленем. Мен мына Астанаға ауысам, оқу басталсын дейді. Сонда ғана ағам жайлы сыбыстың қауесет болмағанына көзім жетті. Жеңешем айтқан, Астанаға ауысып кетуі мүмкін, деді деп. Біздің қыз не болады деп сұрап едім, жауап бермеді деген. Сол сөзі рас болайын деп тұр ғой. Анау Асқат па, сол досы аман тұрса екеуі біраз жерге барады. Ағам сол кісімен қатты дос дейді. Әйтпесе ол мұнан кіші жігіт. Бірақ басқа еркек құрып қалғандай менің ағамды ұстазым деп үлгі тұтадымыз. Осыдан кейін менің ойым өзгере бастады. Өйткені Астанаға жұмысының ауысып жатқанын айтпаған еркекті байым болады деп айта алмаймын. Ол маған ештеңе айтпаса, жаныма жатпаса, тіпті көзіме шөп салғаның рас па, өтірік пе деп сұрамаса қайтемін. Мына балам қырқынан шықты, оған да келген жоқ. Басын растайтын құжаты бұл жоқ. Айналып келгенде қара күнім сол баяғы байыма қалды. Әй, сен қайдасың, деп қоңырау соқтым. Жұмыстамын, не болды дейді. Сен қатын таптың ба, әлде салаңдап әлі жүрсің бе, деп сұрадым. Маған қатын керек емес дейді. Маған да бай керек емес, дедім. Алдағы демалыста барам дейді. Кел, бірақ дәмеленбей кел, дедім. Шынымды айтсам, жалғыздықтан шаршадым. Өйткені 2 бөлмелі кең үйде жалғыз өзім ғана. Шықсам есік алдына 1 сағат баламды құшақтап шығам. Онан ұйықтап жатқанда төмендегі дүкеннен азық түлік әкелем. Міне, күнде күн ара айналып келе беретін осындай сүреңсіз өмірім өтіп жатты. Аға, сіз қашан келесіз, сөйлесуіміз керек, дедім ертесіне. Кейін сөйлесеміз деп өшіре салды. Соған қарағанда жиналыс па сондай жерде отырған сияқты. Өйткені сыбырлап сөйледі. Кіші қыздан хабар жоқ деп жүрсем, ерекше балалар оқитын жерге беріпті. Өзім білген едім. Ол қыздың сондай бірдеңесі бар еді. Онысын ешкім білмесін деп айтпаған болар. Сөйтіп жүргенде балама құжат әперетін болды. Менің тегімде бересің, түстен кейін барып қайт, дейді. Барғанды қайтейін, бәрін жаздырып қойған. Әрине өз атына жаздырған. Мен дайын құжатты алдым да қайттым. Сөйтіп жүргенде балам 5 айлық болды. Осы 5 айда бірнеше рет келсе де етегімді көтермеді. Сонан соң кешірер деген үмітім бір жола үзілді. Соңында бір келгенде ашық сөзге көштім. Жауап бересіз бе? Не айтасыз? Ашып айтыңыз, деп сұрап отырып алдым. Баламның белі қатайсын, дейді. Мұның белі қатайғанша сізде шал боласыз. Сол үшін бір шешімге келіңіз, дедім. Үндемей балама қарап отырды да қойды. Бұл өзі аса көп сөйлемейтін адам ғой. Сол күні де жауапсыз қалды. Қарғыс атсын мұндай еркекті. Мені шаршатып жіберді. Келемін демейді, үндемей келе салады. Есікті тықылдатқаннан ашам, бірақ амандаспаймыз, хал сұрамаймыз. Ішке кіретте баласымен ойнап отырып кетеді. Бұл адамның кеткенде сорақы, дым демей үндемей шығып жоғалып кетеді. Құдай-ау, мен кеттім деп те айтпайды ғой. Сонан бір қарасаң Астанада, бір қарасаң шетелде жүреді. Бүгін қарасам Голландияда қаңғып жүр. Неғып жүргені өзіне аян, маған айтпайды. Сонда мұны күтіп не қылам? Ол маған итсің бе, адамсың ба демейді. Алайда әр келгенде баласының құндағына ақша тастап кетеді. Ол оны шашып ойнап жатады. Тым болмаса сол ақшаны қолыма берсе екен.
Қыз келіншектер жағы білет. Мұндай бай адамды жалықтырып жібереді. Әрине, етегімді көтермегеннен өлмеймін, көңіл бөлмейді. Сол шақырғанда 3 күнде бұрынғы байым жетті. Бұл да сол. Басқа қатын керек емес дейді. Бірақ бұл сорлы күнімен, түнімен баламен ойнайды. Бірақ кімдікі деп жақ ашпайды. Үйткені бұл да біледі. Мұның да мен осы баладан басқа сүйеніші жоқ, жалғыз жарым шарасыз күйде. Сен мұндай болғанына маған өкпелеме, шешеңе өкпеле дедім. Қоя енді, соңынан сөз айтпаш дейді. Сен осы 8 айдан бері бұтыңа намаз оқып жүрген жоқ шығарсың, тапқан шығарсың біреуді, деймін долданып. Менікі сол бір жауап. Сенен басқа ешкім керек емес дейді. Болды. Осы келгенде 3 күн түнеп кетті. Бала ортада, екеуміз екі жағында. Қарап отырсам, бұрынғыдай қарқыны жоқ. Мүмкін жасы келіп жатқан болар. Ертең тұрып осы сорлыны жақсылап қарайыншы дедім. Рас екен, бұрынғы байым кәдімгідей жүдеп кетіпті. Есілер, мен сені қор қылдым ғой бейбақ. Сенің соңында мектептің мен деген қыздары жүгірді емес пе? Солардың арасынан маған бұйырып едің. Қазір қоры болған сияқтысың. Тамағын үрлеп ішіп отыр. Момын ғой. Әу бастан момын жігіт бол. Мектептің красавчигі болған. Бір топ қыз таласып жүретінбіз. Әттең, шешең жақсы болғанда басқаша болар ма еді? Бұл қазір асын ішіп болып кетуі керек. Кешірік жолға шығам дегейді. Қараңғыда жол жүріп қайтесің, ертерек кет дедім. Көлігімді жөндеуге апарам дейді. Терезеден қарадым. Сол баяғы өзім әперген көлік. Онан 1-7 жыл өтіпті. Өзі сияқты көлігі де шаршаған шығар. Қолына бір уыс ақша ұстаттым. Керек емес, қойш, деп ұялып қояды. Ала ғой, көлігінің барлық жерін жөндет. Шашыңды алдыр, онан киім ал, деп қалтасына салдым. Ағамның тастап кеткен ақшасын санап отырмадым. Сол күйі бердім. Қимайсың сорлана. Жарайды жаным, енді қашан шақырасың? Деп баламның бетінен иіскеп, есікке беттеді. Мына кісінің бір жағына шықсам айтам, деп шығарып салдым. Бір қызығы, сол кісінің атын айтсам, бұл бейбақтың үні шықпай қалады. Басы салбырап кете барды. Терезеге жүгіріп барып қарап тұрдым. Рас, бұрынғы күйеуімнің белі еңкейе түскендей ме қалай? Әлде менің көзіме солай көрінді ме екен? Сонда көлігіне отырған бұрынғым терезеге бір қарап қозғала берді. Бірақ қайта-қайта басын шығарып қарап кетті. Төсегіме келіп, өкіріп құладым. Мен бұны не істеп қойдым деймін. Апталдай азаматтың жанымда 3 күн түнеп, етегіме жармаспағаны қалай? Бұл бұрын ондай емес еді. Мұның қарқына шыдаймай шыңғырған түндерім сан жоқ, есеп жоқ болатын. Мүмкін дәмеленбе дегенме үндемей кеттім екен. Олай болу мүмкін емес. Еркек қосса қипақтамай жатпайды. Демек бұл сорлы қатты ауырып жүрген болар. Таң атқанша жылап шықтым. Ол түк емес. Ертесіне де көзімнің жасы құрғамады. Аға, тез арада бір шешім қабылдаңыз. Менің басымды босатсаңыз, деп айқайға бастым. Ағам үндемей тұр. Онан сайын айғайлап ұрсып жатырмын. Сонда да жауап жоқ. Сөйтсем ағам телефонын өшіріп тастаған екен. Басымды босатыңыз, әйтпесе мен өзім барып ажырасуға арыз берем, деп WhatsApp-на жазып қарап отырдым. Ағам бірдеңелерді жазып жатыр. Әне жазғаны келді. Хабар өзінен болады, айқай-шу керек емес. Ол келесі келгенде айт, деп бұрынғымның атын жазғанда, аяқ қолым дірілдеп, аударылып түсіп отыра кеттім. Не дейді? Ол келесі келгенде дей ме? Сонда мұндайдан кейін сөйлесіп көріңіз. Шошып кетіп, бөлмемнің ішін көзімен тінтіп шықтым. Бірақ мен осы ретте ақ едім ғой. Күнә бар шығар алайда, күнәһар емес едім. Мына заманға адамдар бір рет жамандық жасасаң, оған дейінгі 1000 жақсылығыңды ұмытады. Ағамның құжат әпермей қашқақтап, некеден шықпай жүргеніне қарағанда, мені сынап жүрген болғаныма. Бірнеше ай болды, өзі маңайыма жоламады емес пе?
Жалғыздық жаныма батқанда бұрынғы күйеуімді шақырдым. Сол үшін мен кінәлімін. Бірақ мен онымен болмадым. Оны қалай дәлелдеймін? Сол күні баламды бесікке бөлемей құшағыма алып жаттым. Балапаным ертерек есейсе екен, жалғыз басыма қара болса екен деймін. Жігіт болғанша мен пана болсам, сонан соң болмаған қара болады. Өйткені бұл жігіт болғанда менің жасым 50-ден өтіп, наушабай жасқа жетеді. Қазір ғой бір еркек табылар, бірақ ол жаста бақыт іздеп батпаққа бататын ойым жоқ. Жылап жатып көзім ілініпті. Сол баяғы ақ жаулықты анам келіп төбемнен қарап тұр. Сіз қашан келіп қалғансыз? Деп орнынан атып тұрмақшы болдым. Алайда керек емес, кейін, деп 3 ауыз сөз айтқан анам, мынау әкелген 3-7 болсын, деп төсегіме түрлі түсті маталар тастады. Не дейсіз? 3-7 дейсіз бе, мам? Сандырақтап жатып оянып кеттім. Басымды көтеріп қарасам, үйдің іші тым-тырыс. Ас бөлмеден түскен жарық қана бар. Ұшып тұрып терезеге жеттім. Таң қылаң беріп ағарып келеді екен. Менің бейбақ анам шығып кетті, деп іздесем керек. Сонда ғана анам менің түсіме кірген білдім. Ұйқылы ояу жүріп, марқұм болғанын ұмытсам керек. Мен бірақ жаным қиналғанда анамды сағынатынмын. Сонан соң Құдайға жалынатынмын. Сол күні түсімде болса да анық естідім. 3-7 деді. Түрлі маталар бергені жақсы емес пе? Олма қосқаны қалың малы болар. Әйтеуір біздер жақта 3-7, 5-7, 7-7 деп кете беретін қалың мал бар. Баламның бетінен өлдім. Бүк түсіп ұйықтап жатыр. Анам жарықтық сағынған шығар деп 7 шелпек бастадым. Осы күн сәскеде көршілерге таратып беріп әрең басылдым. Сол күнім өзі келеңсіз түстермен басталған болатын. Есік тықылдады. Әрине, бұл кім дейсіз? Ағамнан басқа ешкім емес. Ашып жіберіп алдына түсе бердім. Төсекке сүйеніп тұрған баласын құшақтап мәз болды. Оның асын ұстап көріп, мына балаға жаңа памперс кигізіп бер, дейді деп бұйырды. Жазған қолда шара бар ма? Жетіп барып астын жуып бұтын ауыстырдым. Сонда баланы алдына алған ағам ас бөлмеге келіп отырды. Онан біраз баласымен ойнаған болды. Екеуміз бір ауыз сөйлеспейміз. Осы үйге келгеннен 15 минутында оның айтқаны баласының астын ауыстырып бер болса, менің айтқаным қазір дегеннен басқа болмады. Онан басқа хал сұрау, не жаңалық, онда ештеңе жоқ. Оны қойш, тым болмаса балам қандай деп телефонда сұраса да ырза едім. Мына сорлы оны да сұрамайды. ДНК нәтижесі шығып, өз баласы екенін білгеннен бері келуін жиелетті. Бірақ баланы иіскейді, баламен ойнайды, сонан соң шығып кете барады. Ол менің пісіріп жатқан дәмді тамағымды да ішпейді. Әйтпесе сол тамақты осы келді деп пісірем, соны біле тұра дәм татпайды. Ал етегімді көтермегені ол бөлек әңгіме. Етектен өлмеймін. Мен оған қоңырау соғып едім, бармай тұр, дейді өзінен өзі. Кімге деп сұрап басында түсінбей қалдым. Пәленкеске дейді, менің бұрынғы күйеуімнің атын айтып. Аға, сіз оны қайтесіз? Айтатын болсаңыз, маған айта беріңіз, дедім қарсы алдына отыра кетіп. Әрине мен саған айтам, бірақ оның алдында айтам. Білесің бе неге? Өйткені мен әйел дегенге ешқашан сенбейтін болғанмын, деп анда-санда үстелді тықылдатып, көзіме қарап отыра берді. Оның келгені рас, бірақ біздің арамызда ештеңе жоқ. Маған сенсеңіз осы, сенбесеңіз өзіңіз білесіз дедім. Білесің бе, сені тап қазір менің көз алдымнан Сатқандық деген ұзын сонар сериал өтіп жатыр. Сол сериалдың басы кейіпкері сен боласың. Сценарийін мен құрап алдым дейді. Аға, мен сіздің не айтып тұрғаныңызды түсінбедім, деп иығымды қысып қазаныма қарадым. Вот, мен соны саған түсіндіруге келдім, деген ағам үстелді шертіп отыра берді. Ішіп келген екен ғой деймін. Әдемі иіс шығып тұр. Қымбат коньяк ішкен шығар. Әйтпесе бұл кісі мұндай қуып сөйлемейтін. Сериал деп сандырақтағанына қарағанда масау деймін. Біз мына үйді қашан алған едік, деп сұрады ағам. Өткен жылы қыста дедім. Дұрыс айтасың. Сол кезде мен де келіп едім, есіңде ме? деп сұрады.
Иә, есімде ғой, осы маңайдағы бір ауылға барып келдіңіз, дедім. Мұның да дұрыс. Зейнет жасына таяған мектеп директоры жайлы айтқаным есіңде ме? Деп 3-ші рет сұрады. Иә, бәрі есімде, оның несін айтасыз, дедім. Айтқанда былай ғой, сенің есіңе онан басқа ештеңе түспей ме? Деп сұрады. Жоқ аға, онан басқа не айтып едіңіз? Деп жалт қарадым. Онан басқасын өзің айта сал, деген ағам баламен ойнап отыра берді. Бұл не деп отыр? Деп миым қатып мен тұрмын. Анда-санда барабан қойған ағам болса, айта бер, әлде мен өзім көмектесейін бе, дейді. Мен баламен қатты шаршап жүрмін аға, қазір менің есімде ештеңе түспеді, деп дөңк еттім. Тап осы сөзің өтірік, деді ағам. Өтірік емес, айтатын болсаңыз, жұмбақтамай айтыңыз, дедім. Сен бір қызық екенсің. Мен саған өзім жазған сценарий бойынша кино айтып жатқан жоқпын ба? Сен үндемей отырып сол киноны көре берсей, сен алаңдамай көрсін деп мен бала қарап отырмын, деп қояды. Бұл бүгін ішкен екен ғой, неғып малтасын езіп отыр десем. Әйтеуір кино дейме, сценарий дейме, айдалаға лақып кетті. Аға, мен ештеңе білмеймін, білетінімнің бәрін айттым, дедім. Қойшы, ендеше сен драма киноларды ұнатпайтын сияқтысың. Соған қарағанда сен қызға тек ересектер фильмі ұнайтын шығар, дейді. Осыдан кейін екеуміз де үнсіз қалдық. Сонда менің үстел үстінде тұрған телефонымды алған ағам рұқсат сұрамастан әлдекімге қоңырау соғыпты. Қазанмен әуре болып тұрып, алғанын байқамаппын. Кімге болса да бұл біреуге қоңырау соқты ғой деп тұрсам, ау жаным деген дыбыс шығып, жалт қарадым. Сөйтсем телефон менікі, дауыс бұрынғы байымдікі. Қолымды сүртіп жақындай бердім. Түш деген ағам алара қарады. Анау сорлы арғы жақтан, алло, не болды, жаным, бәрі жақсы ма, бала қандай, деп сұрап жатыр. Амансың ба, бауырым, дейді ағам. Сол жерде бұрынғы байымның үні өшіп, даусы шықпай қалды. Ал ағам болса емін еркін сөйлеп жатты. Ауыл елің аман ба, денсаулығың жақсы ма, деп сұрады. Жақсы, иә жақсы, дейді анау ақымақ. Жақсы болса, ертең шығып қалаға кел, сөйлесеміз, дейді ағам. Неге, мен мына жақта жұмыстан шыға алмаймын ғой, дейді мүләйімсіп. Не болғанда былай ғой, мен бір киноның сценарийін жазып бастап едім. Соны аяқтау үшін сенің көмегің қажет. Әйтпесе актрисамыз мойындамай тұр. Давай сен бәрін тастап, братишка, ертең-ақ қалаға кел. Сен бірақ қорықпа, екеуміз де еркекпіз, еркекше сөйлесеміз. Бірақ ортамызда актрисамыз болады. Үшеуміз отырып жай ғана сөйлесеміз. Естіген болсаң, осы айтқаным болсын. Ертең күтем, деп бұрынғы байымның жауабын күтпестен өшіре салды. Қаққан қазықтай көзім бақырайып тұрып қалдым. Сен орныңа отыра ғой, әйтпесе анау көзіңмен баланы шошытасың, дейді. Бәсе, ішкен екенсіз ғой. Аға, ендеше ішке кіріп ұйықтап алыңыз, дедім. Иә, мен бұрын ішпейтін едім. Оны өзің білесің ғой. Ішсем сенің ісіңнен кейін ішетін болдым. Бірақ сен мені арақ ішіп мас болып отыр деп ойлайсың. Қатты қателесесің, дейді ағам. Сонда сіз не ішіп массыз? Сідік ішіп пе? Деп айтып салдым. Жоқ, сен түсінбедің. Содан бері мына ірің ішіп мас болып жүрмін, дейді. Аға, маған мұндай кекесін сөздің керегі жоқ. Одан да тоқ етерін айтсаңыз болды. Мен сізге өткенде айттым, нақты жауабыңызды естісем болды, дедім. Ендеше сен мені тыңда, деген ағамның түсі суып кетті. Сен маған ештеңе білмейм деме, сен бәрін білесің. Осы пәтерді алған күні анау тұрақта сенің ғашығыңның көлігін көрдім, бірақ ол кезде ештеңе ойламаппын. Өйткені нөмірсіз еді. Ұқсас көлік екен деп кете салдым. Онан жолдағы жағдай болды. Ашам дегенде қорқып флешканы құрттың. Білесің бе неге құрттың? Өйткені ғашығың осында болған. Мен қоңырау соққан соң шығып кеткен. Бірақ көлігін шығара алмаған соң, сол үшін нөмірін шешіп, ізін суытқан. Сен болсаң көріп қояды деп флешканы жоғалтып, орнына жаңа флешка салдырдың. Ал енді білмесең айтайын. Менің құрастап жүрген сценарийім осы. Өйткені сенің қылықтарың есіме түсіп жүр. Мына мен ойланбайтындай еркек емеспін. Сенің сатқындығыңды енді ғана түсініп жүрмін, деп айтып салды. Тап осы сөзден кейін бұтыма сидім.
дейді бақталам. Ағамның айтқанының бәрі рас. Бәсе, сценарий деп, трагедия деп сандырақтап еді. Өткеннің бәрі ой елегінен өткізіп дайын болғанда ғана келіп отыр екен ғой. Әрі қарай сөз шығындап керегі жоқ. Егер сіз солай сценарий құрған болсаңыз, солай ақ болсын. Аға, сіз мендей бейбақты кешірсеңіз, болды, жауабымды беріңіз, деп бетімді басып айқайлап жыладым. Так, сен жылама, саған жылауға болмайды. Мына баланы шошытасың. Онан да тамағың піссе жеп алайық. Сонан соң ғашығыңа қоңырау соқ. Ертеңнен қалмай осында келсін. Ауылдағы жұмысым деп әуре болмасын. Ол енді ауылда қалмайды, осында болады. Және де сенің жаныңда болады. Білесің бе? Сондай жақсы жігіттер мына заманда азайып барады. Есесіне жаман қатындар көбейіп барады. Бала күнімде Тәліш деген әжем болды. Сен оны білмейтін шығарсың. Ертеректе қайтты. Сол әжем маған: қатының жүргіш заман болады. Әкесі бөтен балаң болады. Жақсы дегенің жаман болады. Адал дегенің надан болады. Қызыңның тілі салаң болады. Ұлыңның күні қараң болады. Қаладай үлкен молаң болады. Сол кезде заман тәмам болады, дейтін. Мен саған заман тәмам болмаса да, біздің арамызда бәрі тәмам болады дегім келеді. Қане, бетіңді басып отыра бермей тамағыңды сал, қарным ашты, деген ағам басынан сипат. Мен бейбақ сонда: кешіріңіз аға, кешіріңіз, деп қорсылдап орнынан тұрдым. Сұрама кешірім, онан да бет жүзіңді жуып тамағыңды сал, деп баланы көтеріп орнынан тұрып кетті. Бетімді жуып әрең ес жидым. Ағам иығына баласын көтеріп, терезе жаққа қарап тұр екен. Кешіріңіз аға, деп тағы да айтып белінен құшақтадым. Сен өзі маған тамақ бересің бе? Деген ағам қала берді. Бәсе, ол неге тұрып кетті десем, екі бетінен құлдилаған жасты көрдім. Қайтейін, бұл мені қатты жақсы көрді ғой. Мен дегенде жанын қоярға жер таппай асты үстіме түсіп, емпілдеп тұратын. Бірақ мен бейбақ бұған бәрібір үйренісе алмадым. Бұрынғы байымды аңсадым да тұрдым. Соның құшағында ғана өзімді қатын сияқты сезіндім. Сол күні жылап жүріп тамағымды салдым. Ағам екеуміз үнсіз отырып ішіп алдық. Анам түсіме кірді. Ішпегеніңіз рас болса, Құран оқып беріңізші, дедім. Ішкенім жоқ, оқимын. Оның үстіне бүгін жұма, деп ас қайырып бетін сипат. Мен тұрып қазан табаққа қарап араласып кеттім. Шақыр ананы, деп қайталады. О, не қылас аға, деп қипақтадым. Шақыр, ол жігіт саған да маған да керек, деген зілді дауыс шықты. Осыдан кейін амалым қалмады. Бұрынғымның нөмерін тердім. Ертең шығып қайтшы, қатты керек болып тұрсың, дедім. Анау ше, ол кісі қайда, деп сұрады. Ағам осында, біз сені күтіп отырмыз, дедім. Ертеңіне қорқа басып бұрынғы байым жетті. Бұл сорлы кәдімгідей жүдеп кеткен. Өткендегіден де халы нашар көрінді. Сендердің екеуінің де кешірім сұрап әуре болмаңдар. Негізі мен адастым, деді ағам. Басымызды көтеріп, неге дегенде екеуміз бірдей жалт қарадық. Ағам соны байқады ма? Ерлі зайыптылардың арасына есі кеткен түсет. Сендердің араларыңа түскен менмін, деді ағам. Одан терезеден қарап, біраз тұрып қайта келді де, бұрынғы күйеуіме жақындап: сен ауылдағы жұмысыңды қойып, осы қаладан жұмыс қара. Тапқан кезінде маған хабарлас, деді. Сонан соң маған бұрылып: сен мына балаға қара, жұмысым деп алаңдама, жалақым бар деп есептеп отыр, деп тапсырды. Сөйтті де есік алдына барып: мен жұмысымның ыңғайына қарап келіп тұрам, бірақ мына балам үшін келем. Айтқандай, братишка, сен мені келді деп қызғанба, мен біреудің некесіне араласпайым. Білесің бе, ақ некеге араласқан сен де мен де тиесілі жазамызды алдық, деп теріс айналды. Сол кезде момын деп жүрген менің байыма тіл бітті. Ендеше мен де жазамды алыппын ау аға, өйткені мен енді сіздің балаңызды бағам, деп қорс етті. Сен менің баламды бақпа, мынаны бақ, деп мені көрсеткен ағам: сен ол балаға тәрбие бер. Қана менікі, тәрбие сенікі болса, ол бала жаман бала болмайды. Марқұм Манарханмен арамыздан қыл өтпейтін досым болған. Сен соның бауырысың. Білесің ғой, тап мына жерде сенің де менің де қолымыздан ештеңе келмейді. Бізде шешендердегідей баланы анадан алып әкесіне беретін заң жоқ, деп шығып бара жатты. Екеуміз бірдей терезеге жүгірдік.
Ағамда көлігін оталдырып біраз отырды. Дүйсенбі күні халыққа қызмет көрсету орталығына барыңдар, некемізді аннулировать етіп береді, деп жазды. Осы кезде мен ағамды мәңгі жоғалтқанымды түсіндім. Әйтсе де бұрынғы байым жанымда келді ғой, деп жүрегімнің жарасын емдемекші болдым. Алайда қуанышым, қайғым қатар келді. Баласы емесін білген байым басын бұғып 3 жұма жатты. Бар болғаны 3-ақ жұма өтті. Баламды арқалап жүріп, емханадан емханаға сүйредім. Астанаға жайғасқан ағам да қарап қалмады. Әкелі осында қаратамыз деді. Бірақ мен үлгермедім. Бұрынғы байымның мүрдесін моргтен алдым. Осылайша 1 жылдың ішінде енемнен де, анамнан да, байымнан да айырылдым. Білмейм, бұл бейшараға ДНК нәтижесі қатты тиді. Жүрегін ұстап жатып кете барды. Мен бейбақ, анамның берген 3-7-сін сонда ғана түсіндім. Баламды құшақтап зар жылап қала бердім. Тап осы күнге жету үшін қаншама жол жүрдім. Күнәдан асып, күнәһар болдым. Ақталмайым, әйтеуір балалы болдым. Осының өмірін тілеп, өмірім өтіп жатыр. Ағам сырттан көңіл айтқан болмаса, жаназасына келген жоқ. Өмір ғой. Бұл пәнидің соңы бір там, иманды болсын, деп жазды. Уақыт емші дегендей басыма түскенге көндігіп келе жаттым. Күйеуімнің 40 өтті, онан 100 өтті. Осының бәрін ағамның ақшасымен жасадым. Келіп кетіп тұрды. Бірақ сол баяғы айтқан сөзінде тұрды. Етегімді көтермеді. Марқұм байым да 3 апта жатып көтермеген болатын. Еркек дегенді сонда ғана түсіндім. Көңілі қалса осы екен. Күндер болса өте берді. Анамның жылын береміз деп жүрген кезім еді. Басқарма сайтына біраз адам ағамды құттықтап жазыпты. Туған күні ме? Жоқ, туған күні қараша ғой. Ағзира жеңгей дегенді оқып жүрегім зырқ етті. Әй, мына қаншықтың маған түрі таныс қой деп қоям. Сөйтсем, Жаулыбаева екен ғой. Бұл келіншек ауылдікі, бірақ ертеректе қалаға кеткен. Өзі ағылшын тілінің пәнінің мұғалімі дейтін. Жалғыз қызбен жастай қалған жесір еді. Сол қызы бері келе өрттен өлді дейтін. Көп қабатты үй өртеніп қалып қойған деп еді. Бұл әлгі менімен аңдасқан Жазық Жазираның туған апасы. Қолым дірілдеп отырып, аға, қолыңызға қондырған құсыңыз құтты болсын деп жаздым. Қайтейін, ішім күйіп, алай-дүлей боп барады. Өйткені Ағзира деген 40-қа келсе де, түрін бермеген өте әдемі келіншек. Осы жазғаныма ағам жауап жазып жатты. Не дейді екен деп, не жазады екен деп қарап отырсам, әйтеуір бір кезде жауап келді. Қандай дейсіздер ме? Рахмет сіңлім, деп келгенде, ойбай деп телефонымды лақтырып жібердім. Болды ғой енді. Маған енді үміт қалмады. Ағзира қаншық ұл тума, қорсын тілім тасқа, не деп кеттім мен? Өзімде балаға зар болған жоқпын ба? Онан да жалғыз балама өмір тілейін. Бері қарай жалғыз басты келіншек деген статусқа ие болдым. Сөйтіп жүріп, жалғыз басты қатын болдым. Жасым 40-қа келді. Ұлым мектепке барды. Ағам кейде келсе, кейде баланы алдырып жүрді. Сөйтіп жүргенде кәрі болса да Ағзира туды. Өзі сондағы бір қымбат мектептің директоры деп естейтінмін. Осыдан кейін менің өмірім күрт өзгерді. Ақшадан проблема жоқ, жалақым бар. Ағамның ұлына беретін ақшасы шаш етектен жетіп жатыр. Бірақ бір басымда бәрі болса да, бейбақ басыма бай бұйырмады. Марқұм күйеуімнің көлігінде атыма жазып алған едім. Сонда мен сорылда, шынымен де бәрі бар ғой. Бірақ екі еркектің бірдей киесі ұрған соң, бақа басты байым жоқ. Сол үшін соңғы жылдары әлеуметтік желі жолдасым болған. Егіз ғұмыр дегенді оқыдым. Шүкір дедім. Түнгі ханшайымды оқыдым. Жағамды ұстадым. Жесірлер жолын оқыдым. Тәубе дедім. Менде басынан өткен баяндайыншы дедім. Бір күні ақталып жаздым. Оны сіздер оқыдыңыздар. Сөгесіздер, онда білем. Айтқандай, сонау жылғы мен барған емші дәрігер жайлы Инстаграмнан оқыдым. Ол кісі жалғыз менің ғана емес, біраз қыз келіншектердің тәнін сипап сүйген кісі екен. 90 ауыз сөздің төркіні, басым бос, жесірмін. Ағам Астанада,
досы кетсе де өзі отыр. Ағзерасын құшақтап, жылда шетелде демалыста жүретін көрем. Балам 13-ке толса да сенім хат жазып бер, шетелге қыдыртам дейді. Әрине, аға, әрине деп жалбалақтап жүрмін. Әрине деп айтып аламын да, соңынан әттеңдеп тілімді қысам. Осымен әңгіменің соңы. Құрметті тыңдарман, сіздерден бір ғана өтініш. Маған подписаться кнопкасын баса кетіңіздер. Арнаға жазылсаңыздар, мен сіздерге көптеген осындай қызықты шығармаларды оқып беретін боламын. Сау, сәлемәтті болыңыздар.